Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын балды пирогымыздың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге ең керегі бірінші балымыз қажет. Осылай балымызды ыдысымызға салып, қыздырып, қызартып алатын боламыз. Біз ең алдымен бір қасық пищевой содамыздан қосатын боламыз. Осылайынан ақырындап өзі көтеріліп, қызара бастайтын болады. Осылай түсі өзгеріп, қызарып болғаннан соң, үстінен осындай 100 грамм сары майымызды салып, ертіп алатын боламыз. Мен тағы да кішкене бір қасықтай пищевой содамыздан қосып жібердім. Осылай әдемі болып тағы да көтерілетін болады. Балымыздың түсі осылайынан қанық, әдемі болғаннан соң астын өшіріп, кішкене суығанын күтетін боламыз. Біз сосын қамырын дайындайтын боламыз. Бізге жұмыртқа қажет. Ең бірінші жұмыртқаларымызды осылайынан жарып шығатын боламыз. Бізге 7 жұмыртқа қажет. Барлығын салып болған соң осылайынан миксерімізбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған соң, қантымызды аз-аздан салып, осылайынан қайтадан миксерлейтін боламыз. Қантымыздың барлығын бірден салуға болмайды. Қантымызды жақсылап салып, миксерлеп болғаннан соң, жаңағы суыған балымызды салып, оны да жақсылап араластырып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі осындай әдемі қоңыр болып шығады. Енді електен өткізілген ұнымызды ақырындап салып, қамырын дайындайтын боламыз. Бізге бір чай қасық қамыр қопсытқыш қажет, оны да салып, жақсылап араластырып шығамыз. Ұнымыздың барлығын салып, араластырып болғаннан соң, біздің қамырымыздың қоюлығы осындай болуы қажет. Қамырымызды мен 4 бөлікке бөлдім. Осылай 4 кесемізге салып, бөліп дайындап алдым. Сосын бізге осындай пергамент қағазымыз қажет. Оны да осындай қалыбымызға салып дайындап алатын боламыз. Оның үстіне жаңағы кесеміздегі бірінші бөлігін салып пісіріп дайындайтын боламыз.
Қамырымызды осылайынан пешімізге салып 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Осындай әдемі жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың осындай шетін туралап кесіп алатын боламыз. Бұл қамырлар бізге сосын бетін әсемдеуге керек. Осылайынан кесемізге осылай салып алатын боламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Бізге вареный сгущенка керек, және де майлылығы 82% сары майымыз қажет. Осылайынан салып, жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Енді біз пирогымызды жинайтын боламыз. Бізде осындай корждарымызды орналастырып, оның үстінен жаңағы кремімізді салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Мен кремін көптеу қылып салдым, өйткені мына креміміз сіңіп кетеді. Осылайынан барлық бөліктерін бір-бірден қойып, үстінен кремін салып шықтым. Пирогымызды жинап болған соң, жаңағы шетінен қалған корждарымызды осылайынан майдалап, ұсақтап алатын боламыз. Сосын осылай бетіне әдемілеп сеуіп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді, балды пирогымыз дайын. Сіздерге де осы менің видео рецептім ұнаса, сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін.